Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біздің тағамымыздың аты ораман. Ораман қалай жасалу керек екенін мен сіздерге көрсететін боламын. Егер де пайдалы болса видеом, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ал ендеше бастайық. Бүгінгі бірінші алдымен ораманың қамырын дайындап аламыз. Содан кейін жаңа фарштарын дайындаймыз. Мен қазір қамырды қалай үйлеу керек, қалай қою керек, бәрін көрсететін боламын. Егжей-тегжейлі. Алдымен жұмыртқамызды аламыз. Жұмыртқамызды 2 жұмыртқа жетеді. Жұмыртқаны қосатын себебіміз қамырымыз езіліп кетпеу керек. Мына өзіміздің қалағанша тұзымызды саламыз. Және жылы су керек бізге. Қамырымызды ондай қатты қылмаймыз, жұмсақ та қылмаймыз, орташа қыламыз. Әбден иіні қанғанша бастырамыз. Көп баса берсең, қамырдың жаны кіреді. Қамырымыз теп-тегіс әдемі жайылатын болады. Мінекей 15 минутқа бастырамыз. Мамамыздың қамырын дайындап қойдық міне. Енді біз фаршын дайындаймыз міне. Әдемі мынандай майлы, етті және 40 қабат капуста, сәбіз, жуа, асқабақ, картоп. Осылардың барлығын үй жағдайында үйде не бар, соны қоссақ болады. Көбіне фарштың өзімен жуаны араластырып жасайды. Мен үйде балаларым көп болғандықтан, маған осы бүкіл көкөністің бәрін қосып жасаған ыңғайлы. Қазір сіздерге көрсетемін. Алдымен мынаның барлығын қолмен турап, уақытта кетіргенше блендермен тездетіп тураған жақсы. Уақытты ұтасыз. Мен қазір көрсететін боламын. Асқабақты алдым. Қатты мынандай туралатындай қылып, бесіп салам ішіне көпіштілеп. Асқабамызды айналдырып болды. Қатты майдалатып жібереді. Если көп бір 2 минут жетеді, араластырып кнопкасын басып тұрса, бірден тез айналдырып неғып тұрады. Картошкамызды турап аламыз. Бізден жаңа бәрін өткіздік. Енді бұрышын саламыз. Одан кейін тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне әбден араластырып алдық фаршымызды. Түгелдей. Енді қамырын жаятын боламыз. Міне енді біз қамырымызды бастаймыз жаюды. Осылайынан 3 күлшеге бөліп аламыз. 4 күлшеге бөлсек те болады. Күлшеге. Қамыр өте әдемі болған. Мына 4 көшеден 4 қамыр шығарды осындай. Енді осы дайын қамырымызға майымызды жағамыз айналдыра. Және тексеп жайып шығамыз. Көшенің барлығына. Шамама майым көбірек болып кетті. Негізі келесін шама бұдан да азырақ қылып.
қамыр бір-біріне жабыспай әдемі болып шығады. Міне фаршымызды. Басынан бастап осылай аккуратно ораймыз. Ешқандай да қатты қыспаймыз, үстінен баспаймыз. Егеміз. Тағы бір орайық. Және пышақпен шұжырып алғанда мен жерлерін жабыстырып шығамын. Шегінен бастап айналдырып қойып шығамыз. Майлап алдым мен товардың ішін. Опсыла. Мына осындай салып, мына енді 45 минутқа ыстық қайнап тұрған буға қоямыз. Біз ендігіде орамаға подливка жасаймыз. Оған 2 сәбіз немесе 1 пияз болады. Оны көпірін өткіземіз. Осы жуамен сәбізді қуырамыз. Тұзын бұршын саламыз. Осылай подливканы қуырамыз майға. Әзімдеп, сәбізді өргенше қуырамыз. Жаңа бұршын тұзын салдым. Кейін осыған томат салып жүрем. Кішкене томат салдым. Қуырып жатырмыз әлі. Оған кішкене укрын салып жүрем. Міне дайын болды орамамыз. Өте дәмі түрі келіскен әдем болып тұр. Өте аппетитный. Кешкі асымызға орама дайын. Ас болсын. Қасынан салатта жасадық.